мынау дейтін балықшылардың, әуесқой балықшылардың қармақтарын құртады. Арқан, жіп, сеткі жаман. Мына қара, мұздың үстіндегі мусорды айтшы, мусор дейтін страшно болып жатыр ғой. Ал жігіттер, мынау біздің Ақжайықтың, Ақ үйдің алдындағы 300 метр жинап шыққан қоқыс. Бұл қоқыстың ішінде бәрі бар. Мынау әуесқой балықшылардың әсіресе қармағын ілетін сеткі және капрон, жіп. Мына ішінде адамдар келіп бутылкасын, арағын, темекісін бәрін тастап кеткен, жайықтың үстін қоқыс қылып. 2019 жылы менің жолдас жігітім, дос балам, бірге балық аулайтын досым осы жерден, тап осы жерден суға кетіп қалған болатын. Ол қалай кетіп қалды? Ол балық аулап отқан жерінен қармақ лақтырады, сол қармақ жаңағы ілініп қалады. Қармақты жүзіп барып шығарам деген кезде ана лескі аяғына оратылып, ақыры сол лескі ағыспен ары қарай батырып жібереді суға. Сонда маған бір ой келді. 2019 жылы неге осы жерде тазаламасқа, ол жатқа ілініп қалды, неге сондай ол шықпайды, не нәрсе деген сияқты маған сұрақ келді. Сондай 2025 жылы балық қорғау инспекциясымен бірлесіп осы жерге КС-ін сұраттырып алып, осы жерде шілде айында мен тазаладым. Бірақ манағы именно сол дос баламның кеткен жеріне келіп, сол жерге келген кезде ана жер дейтін арматура болып шықты ғой. Үлкен арматуралар, оларды шығара алмадық енді. Біздің өзіміздің салып тұрған якорь арматураларымыз майысып, сынып, арқандарымыз үзілді. Енді артынан камера салып қараған кезде бұл жердің бәрі асты, бәрі бетон, сосын жаңа арматуралар екен. Сол себепті сондай болды. Осы жердің бәрі мусор екен. Қазір енді біздер міне жолдас жігіттермен бірігіп мына осы мұздың астындағы шығып қалған баластардың бәрін барымызша қолдан келгенше тазартып жатырмыз. Жалпы жігіттер, мынандай тасы бар, мына жібі бар тасты алып жатырмыз көбінесе. Мынандай тастың өзі болатын болса, енді ол органикалық нелер ғой, ұсақ-түйек органический вещество дейді. Олар ертең жайықтың астында қала береді, тас болып. Мынандай жібі бар заттар болатын болса, шама келгенше шығарып тастау керек, қалдырмау керек. Мынаның бәрі ертең іледі қармақтың бәрі. Сол себепті жігіттер, біздер қазір бүгін әуесқой балықшылар болып бірлесіп осы қоқыстың бәрін жинап тастадық. Енді сіздерге айтарымыз, әуесқой балықшылар, жігіттер, балық аулау мәдениетін үйреніп, және де айналарыңыздағы қоқыстарды жинап таза ұстасаңыздар жақсы болар еді.